қызметімен сербиялық компания Қазақстанда мұздатылған өнімдер зауытын ашуға ниетті. Бүгін Сербия президенті Александр Вучичтің Қазақстанға ресми сапар аясында бірқатар ұсыныстар талқыға салынып, 10 шақты құжатқа қол қойылды. Сондай-ақ қос тарап энергетика, көлік логистика, ауыл шаруашылығы, цифрландыру және медицина секілді бірқатар салалар бойынша байланысты нығайтпақ. Толығырақ Раушан Сайлауқызы. Журналистикадан президенттікке дейіне бірер сәттен кейін Ақорданың табалдырығын аттайтын Сербия президенті Александр Вучич ақпарат алаңында қоғам тынысын сезіне жүріп, саясат сахнасына қадам басқан көшбасшы. Партия мүшесі, басшылық қызметтер, депутат, министр лауазымдарын атқарған ол 2017 жылдан бері Сербия Республикасының президенті. Дәл қазір екі елдің президенттері бір-біріне делегация мүшелерін таныстырып жатыр. Бұдан кейін шағын және кеңейтілген құрамда келіссөздер жоспарланған. Жалпы екі елдің дипломатиялық байланысына биыл 30 жыл толады. Осы уақыт аралығында алыс-беріс, барыс-келіс бір сәтке де үзілген жоқ. Сербия Қазақстанның оңтүстік шығыс Европа мен Балқандағы сенімді серіктесі. 7 миллионға жуық халқы бар мемлекеттің негізгі экономикасы ауыл шаруашылығы, тамақ өнеркәсібі, металлургия. Екі елдің кей салаларда бағыты ұқсас, мысалы, нарықты әртараптандыру, инвестиция тарту, инфрақұрылымды дамыту. 2 жыл бұрын Қасым-Жомарт Тоқаевтың Белградқа сапары аясында бірқатар келісім жасалып, жүзеге асқан еді, оның бірі әуе рейсі. Астана мен Белград арасында тікелей әуе рейсі ашылды. Сауда қатынастарымыз табысты дамып келеді. Қазақстанда 60-тан аса сербиялық компания жемісті еңбек етіп жатыр. Негізгі халықаралық мәселелер бойынша ұстанымдарымыз ортақ, сондықтан екі ел арасындағы ынтымақтастықтың берік әрі тиімді іргетасы қаланды деп ойлаймын. Қазақстанға ресми сапармен келгеніме қуаныштымын. Қонақжайлық танытқаныңыз үшін ризашылығымды білдіремін. Сіздің пікіріңізбен толық келісемін. Елдеріміз арасында шынайы стратегиялық қарым-қатынас орнаған. Сіздің қолдауыңыздың арқасында сауда-экономикалық байланыстарымыз жоғары қарқынмен дамып келеді. Қасым-Жомарт Тоқаев екеуара ынтымақтастықты арттыруға бар жағдай жасалатынын айтты. Қазақстан мен Сербия арасындағы сауда-экономикалық көрсеткіш былтыр 107,7 миллион долларға жетіп, алдыңғы жылмен салыстырғанда 7,6%-ға өсті. Импорт көлемі 79,1 миллион доллар. Біз Сербиядан қағаз, картон және мақта, алюминий, дәрі-дәрмек, темекі өнімдері және күнбағыс тұқымын сатып аламыз, ал Қазақстан Сербияға 28,6 миллион доллардың тауарын саудалаған. Ең көбі минералды тыңайтқыштар, одан бөлек қап, мақта, пропилен полимері, құрылғыларға арналған бөлшектер мен табиғи газ. Енді бұл тауарлардың қатары уран және ауыл шаруашылығы өнімдерімен толығуы мүмкін. Атом саласында да әлеуеті бар, себебі Сербия елі атом электростанцияны салатын болады. Сондықтан Казатомпром еншілес компаниямыз Сербия еліне соған байланысты уран жіберуге дайын. Сейчас я как уже назвал, у нас поставляется. Біз дәнді бұршақ дақылдарын, қарақұмық, балық филесіне жеткіземіз. Бұлардың көлемін ұлғайтуға мүмкіндігіміз бар. Сондай-ақ мал шаруашылығы өнімдерін экспорттау жөнінде келіссөздер жүргізілді. Ал сербиялық Мамбиком аграр компаниясы Қазақстанда мұздатылған өнімдер шығаратын зауыт ашуға ниетті. Тағы бір келісім денсаулық сақтау саласына қатысты. Екі ел медициналық білімді бірлесе дамытуға ниетті. Белград пенен Астана медициналық университетінің арасында осындай филиал ашу жолдары қарастырылған. Екіншіден, енді бұл жасанды интеллектпенен негізі денсаулық сақтау салаларындағы цифрлық инструменттерді қолдану, жақсы озық технологияларды алуға мүмкіншілік туғызып отыр. Осындай жасалынған бүгінгі таңда құжат. Ал Сербия қазақстандық кәсіпкерлердің қолдауымен инфрақұрылымын дамытуды көздейді. Сербияға Қазақстанның сенімді құрылыс компаниялары мен инвесторлар келгенін қалаймыз. Бұл еліміздің инвестициялық тартымдылығын жақсартып қана қоймай, өзара мәдени, туристік байланыстарды жандандыруға да септігін тигізеді. Өз тарапымыздан сіздің еліңіздің экономикасына инвестиция салғысы келетін сербиялық кәсіпкерлерді ынталандыруға барынша күш-жігер жұмылдырамыз. Одан бөлек Сербия тарапы қорғаныс өнеркәсібі, жасанды интеллект, деректерді өңдеу орталығы секілді бағыттарға қызығушылық танытып отыр. Келіссөз қорытындысы бойынша президенттер бірлескен мәлімдеме қабылдап, министрлер өзара құжат алмасты. Сондай-ақ Транскаспий халықаралық көлік дәлізінің транзиттік мүмкіндіктерін тиімді пайдалану, жүк тасымалдайтын жаңа бағыттар ашу мәселесіне тоқталдық.
инфрақұрылым саласындағы әріптестікті нығайту жолдарын талқыладық. Тиісті министрліктер мен операторларға нақты ынтымақтастық тәсілдерін айқындауды ұсындық. Энергетика саласында маңызды минералдарды өндіру және өңдеу, қосылған құны жоғары өндірістерді дамыту үшін өзара іс-қимылды күшейтуге келістік. Александр Вучич Қазақстанның экономикасы дамып, көп векторлы сыртқы саясат табысты ілгерілеп келе жатқанын атап өтті. Әрі қазақ халқына тілекші екенін жеткізді. Жуырда Дубайдағы халықаралық жарыста қазақ жастарының жоғары деңгейде өнер көрсеткенін айтып, біздің сарбаздарды жаттықтырса деген ниетін білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев Александр Вучичті елін алға бастап келе жатқан нағыз көшбасшы, беделді саясаткер деп санайтынын жеткізді. Әрі екі елдің байланысын нығайтуға өлшеусіз қосқан үлесі үшін еліміздің ең жоғары мемлекеттік наградасы Алтын қыран орденімен марапаттады. Сербия Республикасының президенті Александр Вучич Алтын қыран орденімен наградталады. Раушан Сайлауқызы, Бақтияр Омар, Бауыржан Бүрлібаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, президент телерадио кешенінің көмегімен Астана.